Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай жұмсақ вафли дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. 1 стакан сүт құйып, тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң сұйық майымызды құямыз. Содан кейін қаймақ немесе йогурт қосуға болады. Достар, ұнымызға қопсықышымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей жұмыртқалы массамызға жаймендеп ұнымызды салып араластырып отырамыз. Қызып тұрған вафельницамызға осылай қамырымызды салып 5-10 минутта пісіріп аламыз. Достар, вафли дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.